Комиссияның екінші отырысын ашық деп жариялаймын. Ең алдымен комиссия мүшелеріне алдыңғы отырыс барысында нәтижелі және мазмұнды жұмыс өткен үшін алғысымды білдіремін. Естеріңізге салып кетейін, біздің комиссияның қарауына 2000-нан астам ұсыныстар түсті. Бұл тек жұмыс топтың ұсыныстары ғана емес, және де азаматтардың ұсыныстары. Сонымен қатар бірінші отырыста қазіргі Конституциялық комиссия мүшелерінің пікірі де тыңдалды. Олардың барлығы қоғамда кеңен қолдау тапты деп айтсам артық болмайды. Өздеріңіз көрдіңіз, оқыватсыз. Келіп түскен ұсыныстар жиынтық кестеге жүйеленді. Енді бүгін біз осы кесте бойынша біраз пікірталастар болады бізде. Бүгінгі екінші мен үшінші отырыста Конституциялық комиссияның жұмысы алғашқы отырыстан бастап ашықтық принцип бойынша негізінде өткізіліп жатыр. Сонымен қатар бүгінгі отырыстың Конституциялық сотының әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ арнайы ашылған Конституциялық реформа 2026 телеграм каналында тікелей трансляциядан көрсетіліп жатқанын айтқым келеді. Азаматтар тікелей эфир арқылы сарапшылардың көзқарастарын және өзге азаматтардың бастамаларын көре алады. Мұндай диалог форматы реформаның негізгі қағидатын айқын көрсетеді. Ол туралы мемлекет басшысы бірнеше рет конституциялық реформа ең алдымен халық мүддесі үшін және оның тікелей қатысуымен жүзеге асырылады деп атап өткен болатын. Жобаны әзірлеу процесі конституциялық өзгерістердің заңдылығын қамтамасыз ету үшін ашықтық қағидатына сай жүргізілу керек екен тағы да атап өткім келеді.